Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Сабағымыздың тақырыбы қоршаған орта және адам. Оқу мақсаты тақырыбы ұқсас ғылыми және публистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін, құрылымын салыстыра талдау. Бақ материалдары негізінде стильдік ауытқуларды, орынсыз қолданылған сөз оралымдарын талдап, стильдік өзгерістер жасау, редакциялау. Сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер мен айқындауыш мүшелерді қолдана білу. Сабағымыздың соңында күтілетін нәтиже тақырыбы ұқсас ғылыми және публистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін, құрылымын салыстыра талдайды. Бақ материалдар негізінде стильдік ауытқуларды, орынсыз қолданылған сөз оралымдарын талдап, стильдік түзетулер жасап, редакциялайды. Сөйлем ішінде бірыңғай мүшелер және айқындауыш мүшелерді қолдана біледі. Мәтінді оқыңдар, олардың жанрын, құрылымын, қолданылған тілдік құралдарының ерекшеліктерін салыстырыңдар. Бірінші мәтін. Ақындар мен өнерпаздар көктемде табиғат аясына шығып, содан әдемі шабыт алып, көптеген құнды туындылар тудырады. Адам әсер қабылдағыш жаратылыс. Оның болмысы генетикалық факторлармен қатар екі кеңістіктің әсеріне ұшырайды. Бірі отбасы, мектеп және достардан тұратын қоғамдық кеңістік, ал екіншісі таулар мен қырлар, күн нұры, су мен ауаның сапасы, қоршаған ортаның географиялық жағдайы. Осының барлығы адамның жаны мен тәніне ерекше жағдай қалыптастырады. Атақты Ибн Сина қоныстанған аймақтың таулы болуы адамның епті және ержүрек болуына себеп болады. Тұрғылықты жердің ойпатта болуы жабырқаушылық пен ауруға шалдықтырады деп санаған. Сонымен қатар, ылғалды аймақтың адамдарын сұлу жүзді болып келеді деп есептеді. Мәшһүр тарихшы Ибн Халдун да аптап ыстық пен қатты аязды бастан өткермейтін қоңыржай климатты аймақтың тұрғындарының мінез құлқы, сыртқы келбеті мен өмір сүру тәсілдері де қалыпты болып келеді. Оларда ысырапшылдыққа азырақ, ал аймақтарында абаттандыру, көгалдандыру жақсы дамыған деп санайды. Жыл мезгілдерінің ауысуымен адамның жаны мен тәні өзгерістерге ұшырайды. Мәселен, көктем маусымындағы түстердің алуан түрлілігі адамдардың көңіл күйі мен қылығына әсер етеді. Көгілдір аспан, жасыл жер, түрлі түсті гүлдер адамның көңіл күйіне, тіпті тәніне де әсер ете алады. Шынында да, ағаштар арасынан шығатын табиғат әуеніне құлақ түру немесе құстардың не ағып жатқан өзеннің үнін есту әр адамның көңілін көтеріп, оны қуанышқа бөлейді. Екінші мәтін. Мұқағали Мақатаев. Мен таулықпын. Тау дейтін алып жүрек ана туған. Мен таулықпын, таудан мен жаратылғам. Киіктің сүтін еміп ер жеткенмін, қуат алып қыранның қанатынан. Мен таулықпын, таудан мен жаратылғам. Бұлт бүркеніп, жай отын ала туғам. Күн алғашқы сәулесін маған шашып, маған келіп түнейді қара тұман. Тау ұлымын, тау менің дәу бесігім. Мен оның әуресімін, сәулесімін. Асқар шыңдар желпейді бесігімді, бір орамын ағытып сәлдесінің. Мен таулықпын, таудан мен жаратылғам. Тау деген ана туған, дара тұлғам. Тауға барып, көкке ұшып кетсем бекен, ұстап алып қыранның қанатынан. Берілген мәтіндерді оқып, олардың жанрын, құрылымын, қолданылған тілдік құралдарын, ерекшеліктерін салыстырыңдар. Екі мәтіннің ұқсастығы, айырмашылығы, мақсаты, мазмұны, стилі, тілі тұрғысынан ажыратып салыстырыңыз. Тілдік мақсаттағы ереже, жалпылауыш сөздер. Сөйлемде бірыңғай мүшелерді түсіндіріп, жинақтап тұратын сөздер болады. Олар жалпылауыш сөздер деп аталады. Бірыңғай мүшелер мен жалпылауыш сөз бір сұраққа жауап беріп, сөйлемде бір синтаксистік қызмет атқарады. Жалпылауыш сөз етінде сілтеу есімдіктері, жалпылау есімдіктері және сан есімдер жұмсалады. Сілтеу есімдіктері мыналар, мынау, сол, осылар және тағы басқалар жатқызуға болады. Жалпылауыш есімдіктері бәрі, барлығы, баршасы және сан есімдер.
екеу, үшеу, бесеу тағы басқа сөздерді мысал келтіруге болады. Егер жалпылауыш сөз бірыңғай мүшеден соң келсе, жалпылауыштың алдына сызықша қойылады. Мысалы, Назым, Гүлжамал, Жібек бәрі қуанып жүр. Мұндағы бәрі сөзі жалпылауыш сөз, сондықтан оның алдына сызықша қойылып тұр. Егер жалпылауыш сөз бірыңғай мүшелердің алдында келсе, жалпылауыштың соң қос нүкте қойылады. Мысалы, қазақ халқының ұлттық ойындары мыналар: алтыбақан, ақсүйек, қыз қуу және тағы басқа. Мыналар сөзі бізде жалпылауыш сөз болып тұр. Сондықтан мыналар сөзінен кейін қос нүкте қойылып тұр. Кері байланыс тапсырмасы кітабымыздағы 149 бетте 3-ші тапсырма. Жалпылауыш сөздерді қатыстырып, қоршаған ортаның адамға әсері туралы 5-6 сөйлем жазыңдар. Үлгі: көгілдір аспан, жасыл жер, түрлі түсті гүлдер барлығы адамның көңіл күйіне әсер етеді. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.